Сәлеметсіздер ме оқушылар? 4-ші сабағымызды бастаймыз. Қозғалыстың жаңа түрімен танысамыз. Түзу сызықты тең айнымалы қозғалыс. Бұл қандай қозғалыс? Тең айнымалы қозғалыс деп дененің жылдамдығы кез келген бірдей уақыт аралығында бірдей шамаға өзгеріп отыратын қозғалысты айтады. Тең үдемелі қозғалыс дегеніміз сонда әрбір мысал үшін әрбір 10 секунд сайын жылдамдығы 20 метр секундқа артып отыратын болса, бірінші 10 секундта 20 метр, екінші 10 секундта 40 метр, үшінші 10 секундта 60 метр секунд жылдамдыққа артып отыратын болса, ондай қозғалысты біз тең айнымалы қозғалыс дейміз. Ол екі түрге бөлінеді: тең үдемелі қозғалыс және тең баяулы қозғалыс. Тең үдемелі қозғалыста жылдамдық артады, ал тең баяулы қозғалыста жылдамдық кемиді. Бұндай қозғалыс сипаттайтын жаңа шама енгізіледі, ол үдеу деп аталады. Үдеу жылдамдықтың өзгеруі шапшаңдығын сипаттайтын векторлық шама. Яғни жылдамдық өзгеріп жатыр, оның өзгеру шапшаңдығын тез өзгере ма, баяу өзгере ма, соны сипаттайтын шама үдеу деп аталады. Ол кішкентай а әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі метр секунд квадрат. Дененің жылдамдығы артатын болса, үдеуі оң, жылдамдығы кемитін болса, үдеуі теріс. Үдеуді есептеудің формуласы: жылдамдықтың өзгерісін сол өзгеріс болған уақытқа бөлеміз. В деп отырғанымыз соңғы жылдамдық, В0 бастапқы жылдамдық, дельтаты уақыт аралығы. Мынау үдеудің анықтамасына сәйкес формуласы. Жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығы дейді. Мынау өзгерісі, мынау уақытқа қатынасы үдеу деп аталады. Үдеу нөлден үлкен болса, қозғалыс тең үдемелі, жылдамдық өседі дейді. Үдеу нөлден кіші болса, теріс болса, жылдамдық кемиді. Мынау тең айнымалы қозғалыстың жылдамдығының уақытқа тәуелді графигі. Түзу сызық. Егер үдемелі қозғалыс болса, жылдамдық жоғары қарай кетеді. Баяу қозғалыс болса, жылдамдық төмен қарай кетеді. Мынау бастапқы жылдамдығы болса, бастапқы жылдамдықтың мәніне теңдіктен басталады. Бастапқы жылдамдығы нөлге тең болса, дене тыныштықтан қозғалса, орнынан қозғалса деп айтылады. Онда график санақ басынан нөлден басталады. Мынау үдеудің графигі. Тең айнымалы қозғалыс кезінде үдеу тұрақты болады. Сондықтан оның графигі уақыт өсіне параллель түзу болады. Үдеу оң болса, уақыт өсінің жоғары жағында, теріс болса, график төменгі жағында орналасады. Енді осы тең айнымалы қозғалыс кезінде қолданылатын ең негізгі формулаларды мына жерге жазып қойдым. Үдеудің формуласы жаңа айтқан, жылдамдықтың формуласы осы жерден шығады. В тең болады, В нолевой қосылған, мына жерге минусын да қоюға болады, плюс минус АТ. А деп отырғанымыз үдеу мына формулаларды жаттап алуымыз керек. Мына жолдың формуласы: В нолевой Т плюс АТ квадрат бөлінген 2. Қайдан шыққандығы қазір сәл кейінірек көресіңдер бұл формулалардың қайдан алынғанын. Бұл мына жаңа тақырыптың сіздер білуге тиісті 3 формуласы. Мына жақта тағы жаңа формулалар көрінеді. Енді кейде есептің шығартында уақыты берілмейді. Жылдамдықтардың мәндері беріледі, үдеу беріледі, орын ауыстыру беріледі. Сондайда сол кезде орын ауыстыруды табуға арналған формула. Мінекей көріп отырсыздар. Жылдамдық артқан жағдайда мына формуланы, ал жылдамдық кеміген жағдайда мына формуланы пайдаланамыз. Өйткені бастапқы жылдамдық соңғы жылдамдықтан аз болады. Мынау нөлге дейін келсе, мына жер нөл болып қалады. В0 квадрат бөлінген 2А. Мына жерде бастапқы жылдамдық 0 болса, В квадрат бөлінген 2А деген формула шығады. Мына формуланы, мына Аны мына жерге қойсақ, үдеу табу үшін де қолдануға болады. Үдеу тең болады. Жылдамдықтардың квадраттарының айырмасы бөлінген 2С. Міне уақыт берілмеген жағдайда қолданатын формула осы.
Енді қозғалыс теңдеуі, жалпы қозғалыс теңдеуінің түрі мынандай. Біз алдында айттық x0 плюс s. Енді мына тең айнымалы қозғалыс жағдайында x0 орнында қалады. S-тің орнына біз жаңағы формула v нолевой т плюс а квадрат бөлінген 2-ні қойсақ, біз қозғалыс тең айнымалы қозғалыс жағдайындағы қозғалыс теңдеуінің формуласын шығарып алғанбыз. Енді мынау графиктер. Bir қалыпты қозғалыс жағдайындағы график, мына графикті білеміз. Жылдамдықтың графигі таныс, координатының графигі таныс, үдеу нөлге тең. Bir қалыпты қозғалыс кезінде, сондықтан бір қалыпты қозғалысты кейде үдеуі нөлге тең болатын қозғалыс, жылдамдығы өзгермейтін, уақыт өтіп жатыр, жылдамдығы тұрақты қозғалысы да біз бір қалыпты қозғалыс деп айтамыз. Енді үдемелі қозғалыстың графигі, үдемелі болған жағдайда бастапқы жылдамдық нөл болса, жылдамдықтың графигі түзу сызық. Координата квадрат теңдеуі ғой, координатасы. Қозғалыс теңдеуі деген квадрат теңдеу ғой, x нолевой плюс v нолевой т а-ды квадрат деген ол парабола квадрат теңдеудің графигі парабола, үдеу тұрақты. Графигі мынандай. Кеммелі қозғалыс жағдайында жылдамдықтың графигі төмен қарай кетеді. Мынау координатаның графигі параболаның тармағы төмен қарай кетеді. Үдеу қайда болады? Уақыт осінің төменгі жағында болады. Бұл графиктері қозғалыстың. Енді жолды графиктік әдіспен табуға болады. Жаңағы жолдың формуласы қайдан кеткен? Қайдан шыққан мінекей? Бастапқы жылдамдығы 0 болған жағдайда мынау жылдамдықтың графигімен шектелген фигураның ауданы уақыт өсіне дейінгі шектелетін фигураның ауданы. Мына фигура қазір тікбұрышты үшбұрыштың ауданы табаны менен биіктігінің көбейтіндісінің шартысы. А квадрат деген формула осы жерден шығып тұр. Ал егер бастапқы жылдамдығы бар болатын болса, онда графиктің түрі мынандай. Мынау трапеция. Трапеция. Бұл трапецияның ауданын табамыз бұндай жағдайда. Сондықтан жолды аналитикалық әдіспен, формуламен ғана емес, графиктік әдіспен де жолды есептеп шығаруға болады. Яғни графиктің астында қандай фигура тұрса, көбіне үшбұрыш тұрады, және мынандай трапеция тұрады. Соның ауданын табамыз. Трапецияның ауданын табудың ережесін білесіздер. Енді әдеттегідей теорияны айтып болдым. Енді есептерді қараймыз. Сіздерге есептерді қарау қызықты. Теорияны қарап болғаннан кейін есеп шығару маңызды. Бірінші тапсырмада бір қалыпты тең айнымалы қозғалыс дегеніміз деп анықтамасын сұрап отыр. Іздейміз анықтаманың ішінен іздейміз. Карандашымызды алайық белгілеуге. Тең айнымалы қозғалыс дегеніміз бірдей уақыт аралығында жылдамдығы сәйкес бірдей шамаға өзгеріп отыратын деген қайда? Мінекей бір жауапта тұр, бұл нұсқада тұр. Өзгеріп отыратын, я артып, я кеміп отырады. Үдеудің анықтамасы сәйкес келетін өрнек дейді. Мына жерде үдеудің көптеген формулалары тұр. Кейін айтамыз бұл формулалар, сіздер білулеріңіз мүмкін. Анықтамаға сәйкес формуласы қайсы? Мынау үдеу дегеніміз жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын шама деген сөйлемнің математикалық түрде жазылуы. Мынау анықтамаға сәйкес емес, бұл қорытылып шығарылған формула. Енді әрі қарай есептер басталады. Әрі қарай есептер басталады. Не дейді? 20 метр секунд жылдамдықпен дейді. Бұл бастапқы жылдамдығы. О, 0. Дене 4 метр секунд квадрат үдеуіменен
үдеуі мынау тежеле бастады. 4 секундтан кейінгі жылдамдығы дейді мынау q. Формуланы білу керек. Жылдамдықтың формуласы v тең болады v нулевой плюс минус деген бар еді. Плюсын қолданамыз ба, минусын қолданамыз ба? Тежеле бастады дейді. Олай болса үдеу теріс минусты қолданамыз. Болды есептейміз. нөліміз 20 минус а дегеніміз 4 көбейтілген уақытымыз 4, онда 16, 20-дан 16 алғанда 4 метр секунд. Міне бір жауап. Минус 4 деген бар, минус 4 емес 4 метр секунд. Көп жауап екен, бірақ жауап біреу. Келесі есеп 50 метр жолда түйсікті бөлігінде қозғала отырып 18 дегеніміз ол бастапқы жылдамдығы, ол неге тең? 18 деген 5 метр секунд, 36 деген соңғы жылдамдық, v ол 10 метр секунд. Автомобильдің үдеуін тап дейді. Үдеудің формуласын жазам. А тең болады v минус v0 бөлінген p. P жоқ бізде да. Уақыт берілмесе үдеуді есептейтін формула бар еді ғой бізде. b квадрат минус b0 квадрат бөлінген 2s деген формула бар еді. Осы формулаға сан мәндерін қойып шығара саламыз. 10-ның квадраты 100, 5-тің квадраты 25, 2 көбейтілген 50 тең болады. 100-ден 25 алсақ 75, 75-ті 100-ге бөлемін. 0,175 метр секунд квадрат. Мың тұр жауап. Басқа жауап жоқ. Бұл есептің ешқандай қиындығы жоқ. Қиындық неде? Километр сағатты метр секундқа айналдыру және уақыт болмаған жағдайдағы үдеудің формуласын қолдана білу, есте сақтау, сол формуланы ұмытпау. Теңдеуді көрсет дейді. Үдемелі қозғалыстың теңдеуі ол квадрат теңдеуі. Сондықтан мынау сызықтық теңдеу келмейді, мынау куб 3-ші дәрежелі теңдеу, мынау келеді, квадрат теңдеу, т-ның квадраты бар. Мынау келмейді, алып тастаймыз. Мынау т квадрат келеді, мынау да т квадрат бар. 3 жауап бар, 3-ні белгілейміз. Бітті, алға жылжи береміз. Алға жылжи береміз. Алға жылжи береміз. Келесі есеп. Тыныштық күйден, яғни тыныштық күйден десе, значит, бастапқы жылдамдық неге тең? 0-ге тең. 80 метр секунд квадрат деген ол үдеу. Ракета үдеуі өте үлкен. Қозғала бастаған ракетаның 1000 метр жол жүргендегі жылдамдығы дейді. Уақыт жоқ. Уақыт жоқ болса, біз бағанағы формуланы қолданамыз. Естен болады. Бастапқы жылдамдығы 0 болса, b квадрат минус b нулевой жоқ, 0 жазбаймыз. Бөлінген 2 а деген формула. Осыдан нені табу керек? Оны табу керек. v квадрат тең 2 а көбейтілген s. Немесе бұны табу үшін не істейміз? Түбір табамыз 2 а s деп. Содан бұны табамыз. В тең болады. Түбір астында 2 а дегеніміз 80, s дегеніміз 1000. 1000 деген 10-ның дәрежесі.
2-ні 8-ге көбейтем 16. Мына 10-ның 3 дәрежесін көбейтсем 10-ның 4 дәрежесі. 16-дан 4 шығады. 10-ның 4 дәрежесінен 10-ның 2 дәрежесі шығады. 10-ның 2 дәрежесі дегенім 100. 400 метр секунд. Бұл ракета. Қайда жылдамдығы? 400 метр секунд. Минут. Болды. Бұл есепте бітті. Енді мына есепті қарайық. Бұл графиктік есеп екен. Графиктік есеп. График бойынша қозғалыстың сипаттамасы. Графикті қараймыз. Бастапқы жылдамдығы бар. График төмен қарай кетіп бара жатыр. Яғни бұл кемелі қозғалыс. Кемелі қозғалған, үдемелі қозғалған деген жауаптар керек емес, алып тастаймыз. Үдемелі қозғалған. Кемелі қозғалған деген екі жауап қалды, соның біреуі. Енді үдеу кемелі қозғалса, үдеу неге тең? Үдеу теріс болады. Үдеу теріс болады. Кемелі қозғалған, үдеу теріс. Міне үдеу теріс. Мына жауап дұрыс болады. Есептесеңдер де 0,75 шығады. Мына 8-ші есеп, жақсы есеп. Кішкене шарт нүштікеден көлбеу науаның бойымен домалап, алғашқы 1 секундта дейді міне. Уақыт P1. Ішінде 10 сантиметр жол жүрді. S1. 3 секунд ішінде қандай жол жүреді дейді. P2. Уақыттың ішінде қандай жол жүреді. Бұны бер жағынан таяз ойлаған балдар. 1 секундта 10 сантиметр жол жүрсе, 3 секундта 30 сантиметр жол жүрмей ме деп белгілей салады. Ол дұрыс емес. Шарик үдемелі қозғалып жатыр. Төмен қарай түскен сайын оның жүретін жолы көбейе береді. Сондықтан жазамыз екі түрлі жағдай үшін. Бірінші жағдайдағы жүретін жолы тыныштық күйден дегеннен кейін бастапқы жылдамдығы 0, бұлай болса, ол А P1 квадрат бөлінген 2 деп жазамыз. S2-ні жазайық. S2-ні жазайық. А P2-нің квадраты бөлінген 2. Міне 2 теңдеу шықты, теңдеулер жүйесі шықты. Енді екеуін бір-біріне бөле саламыз, болды. S1-ді қатынасын табамыз. S2-ге қатынасы тең болады. Мына екі мыналарды бөлеміз. А бөлінген 2, А бөлінген 2 қысқарып кетеді. Сонда P1-дің квадратының P2-нің квадратына қатынасыdır. Орындарына қоямыз. S1-де 10 сантиметр жол жүрді. Неше секундта? Бөлінген S2. P1-іміз 1 секунд, 1. P2-іміз 3 секунд, 9. Пропорция шықты ма? Шықты. S2 тең болады. Пропорцияның шеткі мүшелері мен ортаңғы мүшелерін көбейтеміз. 9 көбейтілген 10 тең болады. 90 сантиметр. Жауап міне. 90 сантиметр. 9 сантиметр белгілеп қоймаңдар. Байқамай қалып. Келесі тапсырма. Сұйық бойымен бір қалыпты үдемелі қозғалыста болған дененің жылдамдығының уақытқа тәуелділігі мынандай теңдеу көрініп тұр. Бұдан не көресіңдер? V0-дің 0-ге тең екендігін көрініп тұр. Үдеу неге тең? 2-ге тең. 2 метр секунд квадрат.
Алғашқы 3 секундтың ішінде жүретін жолын тап дейді. Бастапқы жылдамдығы 0-ге тең болса, формула қалай жазылады? АТ квадрат бөлінген 2. Қоямыз. А2 көбейтілген Т квадратымыз 9, 3-тің квадраты бөлінген 2 тең болады 9 метр. Бітті. Тең үдемелі қозғалған дене 10 секундта 300 метр жол жүріп, жылдамдығын 2 есе арттырса дейді. Уақыт, жол, жылдамдығын 2 есе арттырса дегенді жазамыз. Жылдамдығы В тең болады 2 В нөлевой дейді есептің шартында. Дененің үдеуін тап дейді. Жылдамдықтың формуласын жазамыз. В тең В нөлевой 2 есе арттырса дейді, значит үдемелі 6. Жерге бұның орнына бұның орнына 2 В нөлевой қоямыз. В нөлевой плюс 6. Мынаны мына жаққа шығарамыз. В нөлевой плюс 6 болып шықты. Біз В нөлевой тауып алдық. Есептің шартында берілмеген В нөлевой таптық. В нөлевой тең болады 6-ға. Есептер шығара салуға болады осы жерде. А бар ма бізде? А жоқ екен ғой, шығара алмаймыз. Енді есептің екінші бөлігіне қосамыз. Бір формуламен шықпайды екен, екінші S тең болады. В нөлевой П. Бастапқы жылдамдығы 0 деп айтылмаған. Значит, плюс А П квадрат бөлінген 2. Енді әрі қарай В нөлевойдың орнына мына А-ны қоямыз. В нөлевойдың орнына А-ны қойдық. Мына жердегі П-менен П квадрат болады. Қосылған А-т квадрат бөлінген 2 тең болады. 1 А-т квадратқа тағы жартыны қоссақ, 1,5 А-т квадрат бөлінген 2 деген формула шықты. Орнына қоямыз. S неше бізде? 300 тең болады. 1,5 көбейтілген А дегенім. А-ны жазамын, іздеп жатыр екен ғой. Бөлінген 2 көбейтілген Т квадратымыз 10-ды, 10-ның квадраты 100. 300-бенен мынаны 100-дің қысқартып тастайық. 3-ті 2-ге көбейтсек 6 болады мына жақта. Тең болады 1,5 А болып шықты. А-ны табу үшін 6-ны 1,5-ге бөлем шығады 4 метр секунд квадрат. Жауап. Қандай күшті есеп. Төменде бар ма есеп? Біткен екен. Міне балдар. Осымен бүгінгі сабақта бізде аяқталды. Жақсы есептерді шығарды. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше. Берілген тапсырманы осы есептердің шығарылымын қарай отырып, өз беттеріңізбен орындай аласыздар деп үміттенемін. Сау болыңыздар.